Фокус. Балалар киностудиясы. Бұл мен, Ариф. Толығырақ Ариф Королевский. Менің түріме қарап, тәртіпті, сыпайы деп ойлап отқан шығарсыңдар. Ойларын мүлдем теріс. Мен өзім де теріспін. Сәл кідіріс жасай тұрыңдар. Мен мыналарын сазайын беріп алайын. Мынау менің ең жек көретін сыныптасым Айзере. Тек мен емес, менің достарым да оны жек көреді. Дұрысын барасың. Осындай істеріміз үшін ұрыстай істейміз, таяқтай жейтініміз бар. Негізінде маған көбірек ұрсады. Себебі Пайсам мектеп директорының баласы ғой. Ай, құрғырай. Неге түсінбейсің, А? Сенің жағдайыңа қарап осы уақытқа дейін мектептен шығарғанымыз жоқ. Адамның жақсылығын түсіну керек адам деген. Бұндайларды ата-анасымен қосып ұрсу керек. Керек десең таяқтау керек бұларды. Сені де. Пап! Өшір! Жап аузыңды! Ал әкем, менің тәртіпсіз жүргенімді білсе болды ғой. Қолы босай кетсе, сен тәртіпсізсің, сен оқуың дұрыс емес, деп баж-баж ете береді. Негізінде, мың рет естігенше, бір рет көрсеңдерші. Қан қасаты біттің ғой. Туй, аптасына 6 күн мектептен шықпайтын болдық қой. Бір досым маған прикол ұстап жүр. Сен мектепке жұмысқа тұрып ағасың ба дейді. Әлден осындайсың, ертең өскенде қалай шамам жетеді саған, Ой. Кеше не болды десей? Не болды? Мынау ана талпабой төгелестен кейін барып, жазықсыздан жазықсыз жүрген кластасына лайлақтырыпты. Ей, сен қуасың ба өзі? Басың істей ме? Сол лайға өзің батып қалмайсың ба? Ей, сенің бала болып туылғаннан әлде қайда қыз болғаның абзал еді. Немнеге? Енді кішкене болса да құлағымыз тыныш болсын дегенім ғой. Ей, бар кір жайыңа. Құр барып жата салмай сабағыңды оқып жат, түсіндің ба? Иә. Ертең тағы сабағын оқымады деп тұрмайық мектепте. Құр бар. В общем, осындай. Қыз болуы керек еді дей ме? Мен қыз? Бірақ, шынында қыз болсам, қандай қыз болады екем? Гүлзира сияқты болсам, әдемі, сұлу қыз болам. Ойбай, қой құрсын. Тағы үлкен сыныптың жігіттері тиісіп, басыма бәле болар, қой. Так,
Майра тәртіпті, инабатты, сабағын кіленбеске оқиды. Майра сияқты қыз болсам, ата-ананың алғысына бөлінетін едім. Ойбай, қой құрсын Майра. Оны кішкентай кезінде 9-шы А-класында темекі шегетін азаматқа атастырып қойған деп естігем. Ой, қой, азаматтың әйелі болып жүретін жайым жоқ. Фуй, тағы темекісін уланып. Фуй. Фуй. Ой, керек емес, фуй. Айзере, Құдай сақтасын. Айзере сияқты болсам ше. Аспан, жап-жақ болып кетті ме қалай? Ойбай. Ауылда апам айтып еді, аспанда жұлдыз аққанда не тілесең сол орындалады деп. Ай, ойлама. Ай, тезірек ойынан шығар. Не айтты мен, а? Айзере сияқты болғанша өлгенім артық. Айбай, арғам. Арғам. Ешкім жоқ. Мен? Осылай? Жоқ. Ал, Айзереше, ой, Ариф дегенім ғой. Твой не өкетті өз, а? Ай. Ұйқы десе ұйықтап жатқан шығар. Ертерек тұтқан алса болар еді. Ой, бошы. Құдайға шүкір. Алло. Ойнаватсың ба? Қайдан тартып алдың? Фейсап па, не анау? Программа болса қуанар едім ғой. Болмай тұр ғой сол. Барып айнаға қараш. Айнаға? Ей, қазір бір минут күте тұрш. Кімсің? Мен ұйықтап жатқан жоқпын. Болды, мұнан бір жақты шешу керек. Үйінде кім бар? Үйімде? Мам? Ешкім жоқ.
жақсы болды, былай жаса. Сағат 10-да ескі трансформаторда кездесеміз. Сен менің киімімді, мен сенің киімімді алып барам. Ұқтың ба? Біз дуаланғанбыз ба? Мұны кім істеді? Ай, сынсымаш. Итак та басым шарадай болып жатыр. В общем, жаңа айтқандарым есіңде ма? Не еді? Сағат 10-да ескі трансформатор. Ол есімде ғой. Бопты, давай. Қалайсың досым ей? Сол саябақтам ғой мен. Әлгі не деуші еді? Спорт және махаббат қой менде. Не дейді? Қыз емес тақ. Жарайды онда кейін асықпай айтып бересің, асықпай. Бірақ өсек таксиден де жылдам дейді ғой. Сен айтам дегенше басқа біреулер айтып қойып жүрмесін. Смотри. Досым, бүгінгі планды білесің ғой, Сол қоймайтын 77-ші мектептің балдары ғой. Сен не, ұмыт кеткенсің ба не, досым? Не бол директордан ұрыс естеймін деп есіңнен адасайын дегенсің ба? Әлде ұрыспай жүрген директор ме еді сол? Не тормози, снекес ше болсай дей салғасын ба? Брат, мен де общем бәрі по понятиям ғой. Қоштаспаймыз, ата құшақтадым ғой сені. Жақсы онда. Қалайсың, Ариф? Не болды? Амандаспай өте беретін болғансың ба не? Тема ғой, өздерің қайсыңдар? Не болған саған өз? Мен сәл асығыстай өдім. Келесі жолы бір адушы құшақтасып амандасамыз ғой. Ариф, қандай, адамдар өзгере кетеді. Сәл қымбаттау сотқа алған шығар. Қойшы, не қыласың? Керек етсі оны мені соткыз. Сәлеметсің бе, Айзере? Сәлеметсіз бе? Көмектесіп жібересің бе? Базарға барған едім, шамама қарамай ала беріппін. 2-ші этажға дейін апарып жіберші. Опа, ұсталтын деген осы шығар. Саған айтып тұрмын ғой мен. Естіп тұрсың ба? Айбай! Ойбай! Әпке, түсінесіз бе? Келесі жол болмаса, жаман ауырып жатырмын. Ойбай! Келесі жол деп қояды анасынан үлкен адамды алдап. Бала, бергеш. Берге маған кәмпит берем. Мә.
қойшы үшін жаяу келдім. Жайша? Тұрайын енді автобуста жұртқа күлкі болып. Ой, қойшы, сен сөйлемеш. Сен сөйлеген сайын нервің ойнап жатыр. Енді сенің сұрақтарыңа жауап берейін деп жатыр қой. Ай, дәл сол кезде неге сен жайлы ойладым екен, а? Дәл сол кезде жұлдыздың да аққанын қараш. Жұлдыз? Қандай жұлдыз? Ой, ол ұзақ әңгіме. Кейін айтып берем. Ой, тезірек киімімізді ауыстырайықшы, шашынан. Той, мыжын десең, мыжын екесің. Сен тыныш жүр. Той, тоқташы. Арифке звондаш, қайға жоғалып кетті? Кәз. 5 мың теңге болыпты. Әкеме мен дедім. Ай! Тыныш тұршы. Ай, звондамайтын кезде звондайды да бұлар. Кім ол? Қайсы звондап жатыр, тоқта. Алло, достым. Я. 10 минут қой, достым. Біздің шаруа ғой, бәрі чики-чики болады. Я, жақсы. Давай. Бүгін сенің не шаруаларың бар? Не істейсің өзі? Ой, не дедің? Қыздармен жолығам, кешке қайтам үйге. Ой, сол баяғы Жанка, Панка, Диана, Пианалар ма? Иә. Кешкешін не істейсіңдер өзі сендер? Енді... Ай, бопты, рахмет. Мына телефонды ал менің. Сен маған өз телефонды бер. Бош десес. Біреу хабарласса білдірмеуіміз керек. Түсінікті ма? Окей. Сен қазір қала сыртындағы ескі ғимараттардың біріне барасың. Міне мекен жайы. Түсінікті ма? Бар, тездет бар. Жайшама? Ой, бүгін 77-ші мектептің балдарымен разборка болады. Ужас! Разборка? Я, бар, кетші. Ой, құдайым, өзім қуат керек. Ойбай, мынау қайсыдағы? Алло. Қалайсың, ханшайым мағау? Да, тыңдап тұрмын, кім бұл? Кім бұл дегеніңіз? Нөмірімді әлі сақтамағансың ба не? Уақытым жоқ, не айтасың, айтшы бұл? Қуамам ма? Мен ғой әппақ жылқы мінген принц, бақырлықпын ғой. Не қойып кеттің ол? Не дейсің? Жоқ, жақсы, таныдым, я. Танысаң сол. Не ғой мен уже келіскен жере кеп тұрмын ғой, сен де кеп қалған шығарсың. Қандай жер? Қандай жерінесі? Обедке таяу центральный паркте жолығамыз деп еді. Жайшама? Айтпайым, кегесін көресің. Сонша маңызды ма ол? Мемлекеттік маңызы бар шаруа ғой, жұлдызы ма? Жақсы, жарайды, баратырым. Той, 2 бірдей встреча қойып қойған өз. Қайсысына барсам екен, Ой, жарайды, қыздар күте тұрады. Алды мен мұнаны бір жақты қып алайын. Иә. Ба, тоқта. Білесің мұны? 9 мыңдағы азаматшы. Кішкентай балдардың ақшасы айлайды. Осыдан келмесе, сен өзің шығасың жандостың алдынан. Түсіндің ба? Әкеме мен дедім. Кәз келет. Ариф бізді осы уақытқа дейін алдамаған. Сен алдаған ба? Жоқ, ей. Сен ше? Жоқ. Ен не дейсіңдер?
Жақсы. О, бауырым-ау. Чотам қалайсың, е? Чотам қалай жағдай? Ей, мама папаларың қалай? Жақсы ғой. Сен оларды қайдан танисың? Ей, қайдан танисың нес? Біз деген чотқа араласамыз ғой, білмейсің ба не? Білмеппін. Телефонда даусың басқаша сияқты. Ей, телефонда даусың басқаша. Өмірде деген менің даусым вообще әдемі ғой, білесің ба? Иә. Күлкімді көрсетейін ба? Күлкім вообще әдемі, одан да әдемі. Қалай? Сындым ба? Негіз бәрі сынады мен күлкімен. Ей, мынау не? Маған ба? Иә. Мә. Ужас. Мә. Мынау не? Мынау да маған ба? Иә. Фуй! Гүл ата болсын, вообще ұнатпаймын ше. Кеше ғана телефонда гүл десе ішкен асым жерге қаламын деп атқан сияқтымын ғой. Мен айта берем ғой. Маған гүл деген вообще ұнамайды негізі. Не ма? Ана гүлді қанша қалдың? 700 теңге. 700 теңге? Ачо, иә. Ойбай, одан да сол 700 теңгені маған бере салмадың ба? Ай, чотам өтті ма? Күшті болдық, Неғса, ана паркты бір айналып жүріп қайтпадық па, қыз жігіт болып. Қыз жігіт болғанда қалай болады екен? Прям қол ұстаспайтын шығармыз? Жоқ, жай сүйрейін деп қайтайық. Жүрсек жүрейге. Қазыратта болды. Дер кезінде келдің, досым. Білесің ғой, бұрынғы тактикамен ғой. Ол қандай еді? Ей, даусыңа не болған? Кішкене сырқаттанып. Шығасың да? Сен ба жандос дейсің. Я, мен дегенде жақтан спецчашкаға тастайсың да, содан кейін біздің шаруа. Түсіндің ба? Спачашка? Қойшы, шілей оны айтпайтын шығарсың. Ойнамаш. Кейін от души ойнаймыз. Бірінші мыналарды бір жақтығы болайық. Ән қараңдар, жандостың өзі де келді. Мынадан қалай құтылам, Қалай құтылам? Алло. Баратырым. Каз барам. Баратыр дейм, ка барам. Кім ол? Ештеңе, ешкім. Жоқ. Бұлай болмайды. Шлей кинодағыдай болып кетеді бұл.
Не істесем екен, а? Жоқ әлде ұрып өлтірейін ба? Ей, жоқ, пұл таба алмайды. Не істеймін, а? Ойлан, Ариф, ойлан. Айзере, Ау? мүмкін құр жүре бермей, магазиннен ана-мынау алып бір жерге барып отырармыз. Магазин? О, идея! А? Молодец, әкел қолды. Онда мен ше, бір рет магазинге барып келейін, сен осы жерде күте тұр, иә? Ыңғайсыздау болар енді. Сен күте тұр, мен барып келейін. Жоқ. Маған өзіме магазинге барған қатты ұнайды. Сен осы жерде күте тұр, мен қазір тез барып келейін, иә? Ей! Қалайсыңдар, қыздар? Айзере, привет. Қалай жеттің? Кел, отыр. Нормально. Не ағып кешіп кеттің? Не заказ бересің? Қарым ашып кетті, ё-майо. Саламатсыздар ма? Не заказ бересіздер? Манты бар ма, манты? А? Өлі. Бізде манты жоқ. Бұл жерде тек қана тәттілер сатады. Пирог, торт деген сияқты. Иә. Хотя бы самса бар ма, самса? Ужас. Қазір. Даусыма пластический операция жасатқам ғой. Дей берсең, ә? Кішкене ангинам көтеріліп. Бір минут, кәс келем, қыздар екен. Алло, неге ертерек алмайсың? На жерде мен елестете алмай. 7-7 мектептің балдары келді ма? Я, келді ғой. Енді? Спатяшка деген не? Ой, ол енді қалай түсіндірсем екен? Қарсыласының назарын басқа жаққа бұрдау дегенде абайсызда бетінен жұдырықпен беріп қаласың. Спатяшка деген сол. Бәрін түсіндің ма? Я, түсінген сияқтын. Ешкімнен қорықпа. Ұратын кезде терең демал. Менде бәрі жақсы. Сене де дәл солай болсын. Давай, пока. Ей, тоқта. Қой. Жарайды, сау болыңдар, біз кетейік. Давайте. Айзерешка, саған грубая дауыс жараспайды екен. Пой! А так по-мужицки ғой. Не? Табиғаттың сондай. Я, жарайды. Жарайды, давайте. Давайте, пока. Пока. Ужас, опоздала! Мария! Не болды оларға? Кеттік одан шақ, қоя берші. Олар там.
Диана, саған бір нәрсе айтсам ешкімге айтпайсың ба? Енді Жанка мен Мариямнан басқа ешкімге айтпаймын. Білесің ғой? Ой, оларға айтты деген сөз бүкіл мектеп естіді деген сөз ғой. Жарайды, оларға да айтпаймын. Енді қалай айтсам екен? Қыздар танысайық та. Таныспаймыз. Мамаларың ұрса ма не? Болды ғой, қойсай. Қоймасақ не істейсің, а? Айтшы, красавица. Қоя бер, Шазире. Тәрбие көрмеген біреулер ғой. Тоқта. Бұндайлар біздің районда конкретно таяқ жейді ғой. Ойбай, шошып кеттім ғой. 23-ші мектепте кім ұстайтын білесіңдер ма? Білем ал, Ариф деген бала ұстайды. Сол Ариф? Не бол? Тармай істетіп қалдың ғой. Не істейтінді көрсетейін ба? Көрсет жау. Ё-моё. Айзере, не қылдың? Жүре, кеттік. Кәз, тоқтай тұршы, алло? Не болып қалды? Жоқ, қаша бер. Тоқтама, мен де сол жерге жақын жерде жүрмін. Қазір барып қалам мен де. Жарайды. Өй! Айзере! Ариф, болды, өз-өзіңді басшы. Ешкім жоқ, өзіміз ғой. Абыройдың бәрін шелектеп шашып кеттің ғой, досым. Қойындаршы. Бәрі болып қойғаннан кейін не керек бар бұндай әңгімен? Бүгін чота бір түрлісің ғой, ауырып тұрған жоқсың ба? Ол Жаностан қорқып қалды. Тоқтан, сынды десе конкретно. Не болған сендерге ауыздарыңа келгенді айт. Бірден кедеш, досым ау. Тиспендір оған. Оның айта алмай жатқанын мен түсіндіріп берейін. Бүгін түнде біз екеуміз ауысып кеттік. Құдды бір Голливудтың фильміндегідей. Не дейді? Естіген жанға ертегі болып көруі мүмкін. Бірақ шындық сол болып тұр. Не болғанын біз өзімізді түсінбедік. Енді қалай айтсам екен? Ол Айзере, мен Ариф. Қалай сонда? Не өкетті өзі? Тоқтап. Басын түсіндірші. Мына қодың натуре. Сен сондай ойластың ба? Сен ба Ариф деген? Алло, Айзере, бұл сен місің? Сенде барлығы дұрыс ба? Тыныштық па? Сағатын неше болған білесің ба? Сағат қоя тұр. Мен бір жаман түс көрдім. Бастысы, оның түс екеніне қуанып отырмын. Соны айту үшін звондадың ба? Білем ғой сені. Тағы бір нәрсе ұйымдастырайын деп жатқан шығарсың. Жоқ, енді саған тиіспеймін де. Ертең мектепке барасың ба? Иә. Сол кезде түсімді айтып берем. Қайырлы түн. Бопты, давай. Бұл ненің белгісі екен? Қатты ойланып кеткен шығармын. Қой, ұқтайын.